қош келдіңіз. Қол жетімді заттардан өте тез дайындалатын десерт жасаймыз. Бұдан жеңіл рецепт таппайсыз, міндетті түрде жасап көріңіз. Алдымен крем дайындаймыз. Ол үшін 2 жұмыртқаға 2 ас қасық қант қосамыз. 2 ас қасық ұн және ванилин қосып араластырамыз. Түйіршіктер болмас үшін жақсылап араластырамыз. Бұл уақытта газға сүтті қойып, қыздырамыз, бірақ қайнатпаймыз. Массамызды қызып тұрған сүтке құямыз. Ең жай отта крем қойылғанша араластырып тұрамыз. Ең соңында дайын болған кремге сары май қосамыз. Бетіне пакет немесе пленка қойып суытамыз. Десертіміздің бірінші түрін дайындаймыз, ол үшін кез келген печенье қолданса болады. Жаңаға дайындаған кремімізді арасына жаға отырып, мини тортымызды немесе пирожныйымызды жинаймыз. Айта кететін жайт, міндетті түрде кремі сіңу үшін тоңазытқышқа бірнеше сағатқа қойып қою қажет. Үгітілген печеньемен әсемдейміз. Міндетті түрде жасап көріңіз, өте дәмді, жұмсақ мини торт болып шығады. Және де ешкім бұның печеньеден жасалғанын білмей қалады. Бірінші десертіміз дайын, ал енді екінші түрін бірге жасап көрейік. Екінші десертіміз түрі және дәм арқылы трайфлға ұқсайды, бірақ одан 2 есе жеңіл жасалады. Құлпынай немесе банан қолданса болады. Кез келген печеньенің түрін блендерде үгітіп аламыз. Ары қарай бәрін видеода көрсетілгендей етіп жасаймыз. Міндетті түрде тоңазытқышқа бірнеше сағатқа қойып қоямыз. Дәмі ауызда еритін өте ерекше болып шығады. Менімен болғандарыңызға рахмет. Рецепт ұнаса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Және де ең бастысы каналыма тіркеліңіз.